Ассалаумалейкум, құрметті достар. Бүгін My5 телеканалының хабаршысы, Жастар ТВ телеканалының журналисті Айдана ханымның туылған күні. Һәм біз Алпамыс стоматолог клиникасының атынан оны құттықтауға келдік. Ассалаумалейкум, Айдана ханым. Қалайсыз? Туған күндеріңізбенен. Рахмет, сіздерде. Сіздерді де жаңа жылмен құттықтаймын. Рахмет үлкен. Біз Алпамыс стоматолог клиникасының атынан сізге туған күніңізге сондай сыйлықпен келіп тұрмыз. Бұл сіздерді ағартыру әмелиятына бейпіл жолланба барып, өзіңіз пайдалансаңыз болады. Сонымен біргелікте мына жерде өзіміздің мершіларымыз бар, олардан да пайдалансаңыз біз жүдә қуанышлы боламыз. Сізге бір сұрау берсем, Алпамыс стоматолог клиникасы хақында олма естуіңіз бар ма, былайша өзіңіздің? Әлбетте, Алпамыс стоматолог клиникасы хақында естігенмен, хаттегі барып та көргенмен. Ол жерде әсіресе сол докторлардың, шпакерлердің сол клиентлерге мөнәсәбәтләре оғады зор. Һәм Алпамыс стоматолог клиникасына алдағы жұмысларда табыслар тілеймен. Бір нәрседе адамның жақсы күнінде оның күткен һәм күтпегенлер болады. Ал күтпегенлерден қуанышларды алу, сыйлықтарды алу, бұл оғада сол өмір бойы оның есінде қалатұғын уақиялық болып қалады. Солай екен, бүгін мен Алпамыс стоматолог клиникасынан күткен жоқ едім. Дегенменен, осындай жақсы күнімде қуантырып отырған екенсіз. Сіздерге рахмет, алдағы жұмысларыңызда табыслар. Елде филиалларыңыз көп болып, халқымыздың сол саламат тұрмыс тәрізін ең жай тұруда қызмет етуіңізге тілектеспін. Рахмет үлкен. Сізді клиникамызда онда күтіп қаламыз. Рахмет.